Құрметті менің көрермендерім, бүгін сіздерге өзбекше орама ханым дайындайтын боламын. Ол үшін фарш 500 грамм, пияз 2 дана бас және тұзын, бұрышын қосып дайындаймыз. Достар, маған тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып қолдап. Рахмет сіздерге. Орама ханым үшін 2 қамыр орташа звола дайындадым. Ол қамырды аса қатты емес, аса қатты жұмсақ та емес, орташа қылып илеп, осылай жаятын боламыз. Бір қалыпты дөңгелекше қылып әдемі қылып жаямыз. Екі шетін басып, ортасын қатты баспай. Қадірменді мен көрермендерім, тіркелген жандар, рахмет сіздерге, лайк бас, комментарий жазып кетсеңіздер. Міне қараңыздаршы, қыз келіншектер, осылай қамырымды орташа қылып жайып алдым. Аса үлкен де емес, кішкентай да емес, және қалың да емес, жұқа да емес, осылай орташа қылып ханымға арнайы қамыр жайып дайындаймыз. Мені мұқият қарап бақылағандарыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Орташа жұқалықпен болады. Және оған дайын болған соң пісте майдан құямыз. Кейбір кісілер пісте май емес, құйрық майда құйып жатады, ерітілген. Дайын болған қамырды осылай майлап, жақсылап майын жағып, осылай шет-шетіне еш жер құрғақ болып қалып кетпес үшін май жағып болған соң үстіне жаңағы дайын болған фаршты, тұздалған, жаңағы бұрыш салынған, барлық дәмдеуші қосылған фаршымды осылай жайып аламын. Аса қалың етіп жақпай жұқалатып жағып аламын да, бір бөлігін кесіп алып, орап аламын. Орағанда қатты нығыздамай орау керек. 2 бөліп орап аламыз. Майлап алып, патнесімізді 2 бөліп осылай жұқа қылып орап салатын боламыз. Әрі қарай бетінде майлайтын боламыз, жұмсақ әдемі болып шығу үшін. Келесі қамырында осылай бөлшегін майлап, фаршымды аса қалың емес, жұқа қылып саламын. Сосын оны да орайтын боламын, рулетик сияқты. Аса қатты қалың орау қажет емес, жұқа қылып, барынша жұқа қылып оралған өте дәмді болады, жұмсақ болып шығады. Келесі листке саламын. Менде өзі бар болған 2 ғана лист, кішкентай семьяға арналған. Осындай мантаваркам, манта қазаным. Міне қыздар, келіншектер, осылай дайын болған соң бетін майлап, 45-40 минутқа пісіріп аламыз отқа. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчик басып кетіңіздер, достар. Қолдағандарыңызға рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Міне қараңыздаршы, дәмді болып, орама ханым дәмді болып шықты. Өзбек халқының шыққан тамағы осындай. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер, өте оңай, тез дайын болады. Рахмет сіздерге.